Қайырлы күн оқырмандар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуларыңызды өтінемін. Бүгінгі оқитын әңгімемнің тақырыбы сіңлісінің арын ақшаға сатқан қыз. Аянышты ой салар әңгіме. Маржан мен Сандуғаш екеуі кішкентай кездерінен бері бірге ойнап күліп өсіп келе жатыр. Сандуғаш Маржаннан 2 жасқа кіші болса да, ерте есейіп, әрі ақылды, саналы қыз болғандықтан өз жасынан үлкендермен араласып жүреді. Сыныптастары мен емес, көбіне ұстаздармен ересек адамдай қарым-қатынаста жүреді. Маржан болса аздап еркелігі бар, жеңіл жүрісті қыз. Оның бұл жүрісіне отбасындағы жағдайының да әсері болса керекті. Басқан қадамын аңдып, белгілі бір шекарадан шықпауын қадағалап, ұрсатын жерде ұрсып алатын әкесі мен ағасы өзге қалада вахтада жұмыс істейді. Анасы да күн көріс қамы мен таңертеңнен кешке дейін жұмыста. Кейде түнгі ауысымда жұмыс істейтін кезі де болады. Бәрі де Маржанның ағасы Шыңғысты үйлендіру үшін тынбай жұмыс істеп қаржы жинауда. Сол себепті де Маржан қаржы жағынан қиналып, қалағанның бәріне қол жеткізе алмай күйзеліске түсіп жүр. Маржан мен Сандуғаш аталас туысқан болып келеді. Әке-шешелері жиі тойда бас қосқанда ғана жүздеспесе, арнайы бірін-бірі іздеп араласқан емес. Анасы түнгі ауысымда түскен кезде үйде жалғыз қалудан қорыққан Маржан құрбысын үйіне түнеуге шақырып алушы еді. Анашым, Маржанның анасы түнгі кезекте екен, мені үйіне қонуға шақырып жатыр. Қызым, сол қыз маған ұнамай жүр. Оның үстіне ауылда ол жайлы түрлі қауесек тарауда. Бүкіл жігіт атаулы аңға шыққан аңшыдай соның үйінің маңын торуылдап жүреді деп естіп жатырмын. Ол қорқады ғой, қорқса үйге келіп қонсын. Әкең мен ағаңнан сен үшін сөгіс естігім келмейді. Бармайсың дедім, бітті. Маржан, анам жібермей жатыр, сені біздің үйге келсін дейді. Жаным-ау, сенің кішкентай інің мен сіңлің сабақ оқуға мұрша бермейді ғой. Телефонды жеңгеме берші. Қазір анашым, сізбен Маржан сөйлесемін дейді. Тағы қандай желеу айтасыңдар? Берші кәне, не айтар екен? Сәлеметсіз бе жеңге, қалайсыз? Жақсы қызым, өзің қалайсың? Егер қорықсаң біздің үйге келіп қонақ бол. Біз де саған бөтен емеспіз ғой. Білемін ғой, бірақ ертең мектепте іс-шара болады. Әрі бітіруші сынып екенімді білесіз. Тапсыратын емтихандарым өте көп. Соған дайындық жасауым керек еді. Сіздің үйде кішкентайлар әбден жылап, сіздің жүйкеңізді жұқартып, менің кесірімнен жазықсыз балалар сізден таяқ жегеніне төзе алмаймын. Өзімді ыңғайсыз сезінемін. Өтініш, осы жолы жіберіңізші. Келесіде сіздің үйге қонамын. Жарайды, қалайда көндірудің амалын табасын ғой. Бірақ ескертем, көшеге шығып ырбаңдап жүргендеріңді естімейтін болайын. Жоға, оныңыз не? Оны қайдан шығардыңыз? Маған сенбейсіз бе? Мен одан бірер жасқа болса да үлкен әпкесі емеспін бе? Жарайды жаным, қазір жіберемін. Индира қызды үйден шығып кеткенше ақылын айтып ұрсудан жалыққан жоқ. Қызым, туыс болған соң ғана анасынан ұялғаннан ғана жіберіп отырмын. Мен сенің онымен жақын құрбы болғаныңды қаламаймын. Анашым, маған сенбейсіз бе? Саған сенемін. Мен оған сенбеймін. Қазанға жақын жүрсең қарасы жұғар деген сөз бар. Оның жанында жүріп жаман атқа ие болашағыңа кері әсері болады ма деп қорқамын. Анашым, ол соншалықты жаман қыз емес қой. Жұрт айтса бекер айтпайды. Тұра тұр, сені жалғыз жібермеймін. Анашым, мен жас бала емеспін ғой. Жасым болса 16-да. Сәл күнде мектепті бітіріп басқа қалаға оқуға кетсем қайтесіз?
өзім жетіп аламын. Жоқ, ол мүлде басқа мәселе. Әрі сені басқа қалаға кім оқуға жібергелі жатыр? Әкең менің мойнымды жұлып алады. Інің Мақсат сенімен бірге барады. Ол да дайындалып отыр. Анашым, мен дайынмын. Мақсат балам, әпкеңе көзіңді салып жүр. Көшеге аттап шықпасын. Жарайды анашым, әпке кеттік пе? Сандуғаш анасының бұл қылығына өкпелеп қабағы бұртиып үйден шығып кетті. Өйткені осы бауыры мен сіңілісіне қарап жуындырып, сабақтарын оқытып шаршаған жалыққан қыз Маржанның үйіне осы себептен қашқақтап аздап миын тынықтырғысы келетін. Бірақ анасы бір сөмке кітап дәптерді арқалаған Мақсатты қоса жіберді. Сандуғаштың қасына інісі еріп келгенін көрген Маржанның қабағы түйіліп, ашулана құрбысымен амандасты. Түріне қараса, мынаны неге ертіп келдің деп айта алмай тұрған бірден аңғаруға болады. Санду, ініңді неге ертіп жүрсің? Оның сабақ оқуына көмектесуім керек. Мен болмасам, анам үй шаруасын жасап, бұларға қарауға мұршасы болмайды. Мақсат, сөмкеңді ашып, кітаптарыңды ал, үй тапсырмасын орындаймыз. Сендер отыра беріңдер, мен қазір келемін. Сандуғаш анасының Маржанға сенбейтінін, сол себептен інісін қосып жібергенін Маржанға айтқан жоқ. Негізі мінезі сондай тамаша жан. Біреудің ісін, айтқан сөзін екінші адамға жеткізгенді мүлдем қаламайды. Өзгенің өміріне мұрнын тыққысы келмейді. Мінезі сондай көркем жан. Бірақ кіші болғанына қарамастан Маржанның інісіне наразы болып, ақыл айтып жөнге салатын кездері де болады. Әпкесі мен інісі екеуі сабақ орындап отырғанда Маржан душ қабылдап қысқа белдемше, кіндігі ашық жейде киіп, шашын әрлеп, бетін бояп, айна алдында бір сағат өзімен өзі арпалысты. Санду, болдың ба? Жоқ, әлі біткен жоқпыз. Бір жаққа барасың ба? Дүкенге барып қайтайықшы. Үйде нан бітіп қалыпты. Өзің барып қайта берсеңші. Әпке, мен де шаршап кеттім. Осы жазғанымда жетер. Көшедегі балалармен біраз ойнап қайтайыншы. Әне, көрдің бе? Ол әлі кішкентай бала емес пе? Ал сен оған бір том кітап оқытып отырсың. Баланың балалығын ұрлап тұрғаныңды білесің бе? Бала болып топ қуып ойнамаса балалық шақтың несі қызық? Жарайды, бар ойнай ғой. Бірақ үстіңді былғап тастама. Жарайды әпке. Санду, жүрсеңші бірге барып қайтайықшы. Жоқ, өзің бара бер. Кеш батқанда қыз баланың көшеде селтеңдеп жүргені жөн емес. Ту, сенде бір дәу кемпірлерге ұқсап сөйлегеніңді қойшы. Жүрші енді. Түріңе қарасам дүкенге емес кездесуге баратын секілдісің ғой. Қойшы, барсаң бар, бармасаң үндемей отыра берші. Бармаймын, өзің кете бер. Жарайды, өзің білесің. Маржан көшеге шығып кетті. Сандуғаш болса інісіне бас көз болып артынан еріп отырды. Күн қызара ұясына батар шақта інісін көшеден ертіп келіп, жуындырып, ұйқысы келіп, бірақ қарны ашқаннан ұйықтай алмай ыңырсып жылап отырған бала бұл үйден берер ештеңе таппаған соң нанға кеткеніне бір сағаттан асқан құрбысына ашулана бастады. Ары қарап, бері қарап, ақыры болмаған соң үйде бар заттан аздап тамақ істеп, аштықсыз ас содысын қосып, қамыр илеп, бауырсақ пісірді. Інісі қарны тойып, терең ұйқыға кеткен кезде Маржан үйіне бірақ оралды. Нан ашытып пісіретін уақыт болды емес пе? Соншама жоқ болып кеткенің не? Кешкі уақыт болған соң көп дүкенде нан жоқ. Әрең іздеп таптым. Сен не тамақ істедің ба? Иә, Мақсаттың қарны ашып жылап кетті. Картоп қуырдым. Еш қарсылығың жоқ шығар? Жоқ, қалағаныңды жей бер. Қайта дұрыс болды. Менің де қарным аш. Қазір үйде бір-екі сыныптасым келеді. Ертең концерт береміз. Соған биге дайындалуымыз керек. Келсе келе берсін.
оны неге маған айтып тұрсың? Бір сыныптас жігіт бар, өте әдемі, мектептегі жігіттердің алды. Барлық қыз соның артынан еріп жүреді. Маржан, тағы бастадың ба? Жігіт анау мынау маған қызық емес, қаламаймын. Ондайды маған айтпашы. Осылай жүре бересің бе? Естуімше сенің де соңыңнан түскен жігіт көп көрінеді. Егер жаныңда сені қорғайтын арқа сүйер жігітің болмаса, өзгелер саған көз салмайтын болады. Жігітің болмаса, мына заманда жалғыз жүру өте қорқынышты. Әкесі өте бай адам. Маған ақша, байлық мүлдем қызық емес. Оның бәрі уақытша дүние. Жаным, мен сені өз сіңлімдей көретінімді жақсы білесің. Сенің болашағың үшін қатты алаңдаймын. Сен өте аңғал, сөзге сенгіш, ақкөңіл жансың. Сені алдап біреу-міреу торына түсіріп, абыройыңды ойрандайма деп қорқамын. Ал мен адам ажырата аламын. Әсеттің өте адал, қыздарға қырындап, мазасын алмайтын, артық сөзі, іс жасамайтын жігіт екенін мен 100% кепілдік беремін. Маған жігітпен жүруге әлі ерте. Қазір тек оқуға көңіл бөлуім керек. Мен дәл қазір жүр демеймін ғой. Бірінші танысып көр, сосын жүре бересің. Маржан құрбысын үгіттеп көндіре алмай отырғанда, ысқырып жігіттер келіп тұрғандарынан белгі берді. Маржан дереу сыртқа атып шығып, 2 қыз бен 3 жігітті үйіне кіргізді. Алдымен ас бөлмеге кіргізіп, сандуғаштың пісірген тағамдарын өзі дайындағандай мәз-мейрам болып мақтана оларға ұсынды. Олар болса дымын қалдырмай жеп алды. Содан кейін қонақ бөлмеге кіріп, музыка қосып билей бастады. Ас үйді жинап, ыдыстарын жуып жүрген сандуғаштың жанына ұзын бойлы сымбатты жігіт жақындап келді. Сәлем, сәлем. Тамағың өте дәмді болыпты. Тек аздап тұзы басымдау екен. Сол себепті шөлдеп тұрмын. Маған аздап су құйып бересің бе? Өзіңнің аяқ қолың сау бүтін емес пе? Өзің қалағаныңша құйып іше бер. Алғашқы рет көрген адамға осылай дөрекі сөйлеуге болады ма екен? Менің уақытымды алмаңыз. Дұрыс болар еді. Уақыттың тым қымбат екен. Не дейсің, түсінбедім. Жоқ, ештеңе емес. Жарайды, суды өзім ағалайын. Жігіт шыны ыдысқа су құйып алды да орындыққа жайғасып, сандуғаштың әр қимылын бақылап отырды. Сандуғаш ыңғайсызданып, емін-еркін қозғала алмай әрең тірлік істеп жүрді. Сіз неге сыныптастарыңызбен биге дайындалмайсыз? Менің жұбым жоқ. Мүмкін сен жұп боларсың. Өтініш, шығып кетіңізші. Мен жұмысымды аяқтап інімнің жанына баруым керек. Мына қатты дыбыстан оянып кетсе шошып қалуы мүмкін. Не деген пысық қыз едің? Бәріне үлгеп жүреді екенсің. Шығып кетесіз бе? Наздана бермеңізші, танысайық та. Егер шықпасаңыз, онда мен шығып кетейін. Сау болыңыз. Тоқтаңызшы, қайда барасың? Мен сізбен босқа салғыласып тұратын уақытым жоқ. Жігіт есіктен шығып бара жатқан сандуғаштың қолынан өзіне қарай тартып алды. Қайда асығып барасың? Назданудың да шегі болады емес пе? Жіберіңіз мені, маған жоламаңыз. Жігіт сандуғаштың белінен қысып ұстап өзіне қарай тарта бастады. Есікті аяғымен теуіп жауып, жарықты сөндірді. Сіздің есіңіз дұрыс па? Не істеп тұрсыз? Жіберіңіз мені. Айқайлап өзіңді шаршатпа. Сені көргелі бері қыпша беліңнен ұстап шиедей қып-қызыл ерніңнен бір сүюге қалай ынтық болғанымды білесің бе? Жібер мені, сені оңдырмаймын. Пақ шіркін, қорқып кеттім-ау. Саған ешкім көмектесе алмайды. Қорқпа, сенің арыңды таптамаймын. Тек ерніңнен сүйгізетін ғана ақы төледім. Арың соншалықты арзан емес болар. Не оттап кеттің? Жібер деймін. Қарсыласпай өзің берілсеңші. Тарт қолыңды, хайуан. Оңбаған. Әкем мен ағам сені өлтіреді.
Маған дәл сендей оңай олжаға түсе қоймайтын қыздар ұнайды. Қарсыласқан сайын ұнай түсудесің. Жігіт сандуғашты қабырғаға тақап ернінен сүйіп мойнынан иіскелей бастады. Қыздың көзінен ыстық жас тамшылары аға жөнелді. Еңгезердей жігітпен алысуға шамасы жетер емес. Құдайға жалбарынып көмектесуін сұрады. Бар білетін сүрелерін оқып, дауысы дірілдеп шарасыз күйге енді. Жігіт сандуғаштың төсіне қол салмақ болғанда Мақсат кіріп келіп, жарықты жағып қалды. Әпкесінің қиналып жылап тұрғанын көріп, үстел үстінде тұрған пышақты алып, әпкесін азаптап жатқан жігітке қарсы қарай жүгіре бастап, санына пышақ сұғып алды. Ойбайлап жігіт жерге құлай кетті. Жас баланың қай бір күші бар дейсіз? Киімінен өтіп терісін тілгені болмаса аса қатты жарақат ала қоймаған жігіт қайта бойын тіктеп орнынан тұрды. Ей жүгірмек, сен не істедің? Осы үшін жауап бересің. Біз емес, мына сен істеген ісің үшін жауап бересің. Егер жауапқа тартқың келсе, мені емес әпкеңді жауапқа тарт. Осының бәрін ұйымдастырып, сенің ерніңді сүйдіру үшін, денеңе қол тигіздіру үшін ақалып отыр емес пе? Не айтып тұрсың? Маржан олай жасамайды. Жасағанда қалай жасасын? Сен ақмақ оларды шынымен концертке дайындалып жатыр дейсің бе? Олар да дәл мен секілді жігіттердің қолында қуыршақ болып тұр. Сенбесең өзің барып қара. Сандуғаш інісін басқа бөлмеге кіргізіп, өзі қонақ бөлмеге барып, бірден жарықты қосып қалды. Әр бұрышта аймаласып отырған қос жіпті көріп, өз көзіне өзі сене алмады. Маржанның жанына барып, шапалақпен бетінен салып жіберді. Оңбаған жексұрын бәле. Мен сені дос құрбы әпке санап жүрсем, сен не былықтырып жүрсің? Менің тәнімді саудалайтын сен кім едің? Әсет, сенің мұның не? Арамызда қалады деп келістік емес пе? Мен саған не үшін ақша төледім? Әдемі кездесу ұйымдастырып беремін дегенің қайда? Дене жарақатын алу үшін ақы төледім бе? Сен уәдеңде тұрып, ерекше кеш ұйымдастырып бергеніңде, мен де уәдемде тұрып, жақ ашпайтын едім. Жетер енді. Үндеріңді өшіріңдер. Мен сендерге қуыршақпын ба? Алла тағала бәрін көріп тұр, естіп тұр. Сендерді Алла жолына салдым. Жазаларыңды бір Алла берер. Бүгін болғанның бәрін ұмытасыңдар. Мен де ұмытамын. Егер де ертең жұрт шулап өсе кетер болса, мына бәріңді қылмыстық топ ретінде жауапқа тартқызамын. Мені жас, ақмақ қыз деп ойласаңдар, қатты қателесесіңдер. Мына жерде тұрған жігіт атауынан садаға кеткір оңбаған сүмелектер, сендерге де әркімнің қолында қуыршақ болған, дәл өздеріңдей малғындар арын таптаған әйел бұйырсын. Сендердің де үйлеріңде қарындас әпкелерің бар емес пе? Мен ешкімге жамандық тілемеймін. Тіпті менің 7 жасар інім әпкесін қорғау үшін біреуді өлтіруге дайын болды. Ал егер сендер өз қарындастарыңның немесе әпкелеріңнің арын таптап жатқан жерін үстінен түссеңдер, не істер едіңдер? Сен бәрін сатып аламын деп ойласаң, қатты қателесесің. Егер шамам жетсе, ар ұят бәрін жинастырып, артымнан мыңдаған әйелдерді ертіп шеруге шығуға да батылым жетеді. Сондықтан да бүгін болғанның бәрі осы жерде тысқа шықпасын. Маржан, енді менің сендей құрбым жоқ. Алла тағаладан алдындағы уақытта да сендей сатқын құрбыларды кездестірмеуін сұраймын. Сандуғаш інісінің жанына барып жылап отырған бауырын құшақтап жұбатуға тырысты. Жаным бауырым менің. Сен қорықпа. Сен негізі дұрыс түсінбедің. Біз негізі көрініске дайындалып жатқан болатынбыз. Жаным, былай істейік. Сен бұл жайлы ешкімге ештеңе айтпа. Жарайды ма? Әйтпесе әлгі жігітке пышақ тыққаның үшін сені полиция әкетіп қалады. Полиция әкетеді ме? Бірақ әпке, ол жаман адам екен деп ойлап қалдым ғой. Жоқ, ол жаман адам емес. Сен дұрыс түсінбедің. Айттым ғой саған, біз көрініске дайындалып жатырмыз.
Жарайды онда, мені кешіріңіз. Бірақ егер де біреу сізге жамандық жасаса, маған бәрібір. Полиция алып кететінін білсем де, мен сізге жамандық жасаған адамды өлтіремін. Жаным менің, сенің барыңа шүкір. Сен болмасаң не етер едім? Есіңде болсын, ешкімге тіс жарма. Әйтпесе сені полиция алып кетсе, мен қайтемін? Ешкімге айтпаймын. Сандуғаш түні бойы көз ілмей, көзі жастан құрғамай, таңды әрең атырып, таңертең ертемен інісін жетектеп мектепке кетіп қалды. Сабақ уақытында мазасы болмай отырғанын байқаған мұғалімдері қайта-қайта сұраққа алса да, ешбіріне үн қатпады. Маржан әр қоңырау сайын оны іздеп келіп, жағдайынан хабар алып тұрды. Бұл оқиға сол күйі жабулы қазан күйінде қалды. Ешкім білген жоқ. Біреулер күдіктеніп қалмау үшін Сандуғаш Маржанмен мүлдем арақатынасын үзіп тастаған жоқ. Тек жиындарда бас қосқанда әпкесі ретінде ғана көріс тұратын болды. Сырлас мұңдас құрбылар емес. Осыдан 9 жыл бұрын осындай сұмдықты басынан өткізген басты кейіпкеріміз Сандуғаш бұл күндері сүйікті жар, 3 бүлдіршіннің анасы. Сүйікті келін, үлгілі жеңге. Ал Маржан болса, бірнеше күйеуден ажырасып келіп, әке-шешесін қара бет етіп отыр. Ауру қалса да әдет қалмайды дейді ғой. Әр жігітпен бір аймаласып үйренген Маржан тұрмыс құрса да, бұл әдетін қоя алмай, бір емес 3 күйеуден ажырасып, ақыр соңында жезекше болып кетті. Әсеттің де күйі осы, бірнеше әйел алып, дәм тұзы жараспай ажырасып жүр. Әр әйелдің етегінде баласы кетті. Не әйел жоқ, не бала жоқ. Алла тағала әрбірімізге бұл әңгімедегі зұлым кейіпкердің ісін қайталамайтын, саналы да салихалы иманды ұрпақ, адал келін нәсіп етсін.